Қайырлы күн достар, сіздермен пайдаларына каналы. Сіздерге үйде отырып баланың білімі туралы анықтама алудың жолын көрсетемін. Бізде Каспиде жаңа бөлім пайда болды. Ол үшін біз госуслуги батырмасын басамыз. Ары қарай цифровые документы. Осы жерде балаңыздың астында егер мектепте оқыса, мектепте оқитындығы туралы анықтама шығады. Егер де балабақшада жүрсе, балабақшада қай группада, қай топта екендігі туралы анықтама шығады. Сведения об образовании дегенді басасыз. Осы жерден отправить документ деп өзіңіз қалаған жерге документіңізді жібере аласыз. Немесе предъявить документ деп бассаңыз, QR-код шығады. Ол QR-кодты көрсету арқылы немесе 6 таңбалы санды айту арқылы бұл анықтаманы көрсетуге болады. Анықтаманы алғаннан кейін Transcard.kz сайтына кіріп, балалардың жазғы демалысы кезінде олардың жүргізу билетін алып қоюларыңызға болады. Себебі оқу жылы басталған кезде барлық жерде кезек болады, ажиотаж болады. Сол себепті алдын ала барлығын дайындап, осы жерден заявка беріп алсаңыздар болады. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет достар.